Көп адамдар былай дейді: шетелге шығып, адасып кетіп, самолеттен қалып қоя бермейік, аштан өліп қалмайық. Көрдіңіз бе? Айтатыны осы адамның. Әрине, сіз сол жағымсыз жағдайларды айта бергеннен кейін ол сіздің өміріңізге келеді. Өйткені оны сіз өзіңіз айтып отырсыз. Таңертеңнен кешке дейін зарлап айтып отырсыз ғой. Осы жасқа келгенше дейін тоқтату керек оны. Сіз айту арқылы өзіңіздің жолыңызды өзіңіз жауып отырсыздар. Сіздің жолыңызды ешкім жаппайды, жаба алмайды да. Сондықтан медитация курсына келіңіздер. Қаласаң болады, қаламасаң мейірімді түрде болмай қалады. Алғың келсе аласың, алғың келмесе алмайсың. Ұнатсаң алдыңа келеді, ұнатпасаң сенің өміріңнен кетіп қалады. Өмір сондай болса екен. Шегі жоқ. Армандаудың, қиялдаудың, қаржылық еркіндіктің да шегі жоқ. Шалқып өмір сүріп, күндегі күйің күлкіге, махаббатқа толы болса ғой, деп мен сөйтіп қиялдайтын болдым. Өйткені бізге айтты ғой кішкентай кезімізден: тағдыр маңдайыңа жазылған, тағдырдан қаша алмайсың, болашақты білмейсің деп та. Ал шын мәнінде болашақты біз ойымыз арқылы өзіміз жазамыз екен, келесі өміріміздің сәтін. Сол арманым, сол қалауым шын болып шықты ғой. Жағымсыз жағдайлар өміріңізде болып жатырса, және де сол жағымсыз жағдайдан шыққыңыз келсе, сізді тіл көзден, дуадан, қарғыстан тұмардай сақтайтын код бар. Сол кодты мен сізге беремін, аманаттаймын. Мен өз тағдырым автор медитация курсында мен сізге бәрін үйретемін. Ешкіммен ұрыспай, ешкіммен келіспей, ешкімге ештеңе демей, үндемей қатыратын техникаларды беремін сізге. Үндемей қатыратын техника — ол армандарды лезде орындайтын техника. Қалауға да жұмыс жасайды, қаламауға да жұмыс жасайды.